Қалайсыңдар достар, өздеріңде не жаңалықтар айта кетіңіздер. Кім Англияда жүр? Наушнигімді не істемеппін ғой. Жалғанып тұр да, қазір дауысым естілмей қалуы мүмкін. Ойбай, наушнигім что-то соңғы кезде қуып жүр, потому что. Көп адамдардың сұрақтары бойынша жауап беріп кетейін. Менің адамдарым, клиенттерім жазылып жатырған айтады да, бізді күтіп ала ма, Англияға барсақ деп айтады, сұрайтын сұрақтар өте көп. Кейбір фирмалар бар, күтіп алады, кейбір фирмалар күтіп алмайды. Кейбір фирмалар, мысалы, 6-7 адам жиналса күтіп алуы мүмкін. Да? Ал кейбір нелер жоқ, күтіп алмайды, өздеріңіз барасыздар. Яғни связьда болады сіздермен. Мынандай автобусқа отыр, мынандай жерден түс, мынандай жерден мін деп осылай айтып отырады. Сол айтып отырғаны бойынша мініп барасыздар. Ол ешқандай қиын емес. Қазір 21 ғасыр. Google Maps бар. Google Maps'та бәрі жазылып тұрады. Любой мына дүниенің қай точкасында жүрсің, сол Google Maps'ты қосасың да, саған любой қандай маршрутқа міну керек, қандай автобусқа міну керек, соның бәрін шығарып береді. Қорықпаңыздар. Еще менде тактика осылай ғой, мысалы, жалғыз адам жазылды ма, соның қасына 3 адамды қосамын. Яғни жалғыз жазылған адамдар көп қой. Сол 3-4 адамды қосамын да, мысалы қыздармен қыздар, жігіттермен жігіттер, солай бірге қосып 3-4 адам қылып жинап жіберемін. Жалғыз өзі кетпейді, уайымдамаңыздар. Продуктаны көп адамдар соңғы кезде тағып жатыр. Продукты өздеріңіз аласыздар. Қалтаңыздан, өзіңіздің зарплатаңыздан аласыздар. Бірақ караванның ақшасы 25 мыңнан 35 мыңға дейін айлығыңыздан ұстап қалынады. Ұстап қалып, караванның ақшасын ұстайды, страховканы ұстайды. Содан қалған ақшаны береді сізге. Содан қалған ақшаны берген ақшадан сіздер өздеріңіз продукт аласыздар. Неше қаншама рет түсіндірдім уже. Айтып өзімде қалмады, уже ұмытып қалайын деп жатырмын бәрін. Біз жұмысымызды бітірдік, үйге қайтып бара жатырмыз. Үйіміз осы жерден тек 3 минуттық, 4 минуттық жерде. Машинамен зып етіп барамыз да, машинамен зып етіп келеміз, короче.